Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте тез әрі қолжетімді заттардан тұратын рогаликтер дайындайтын боламын. Ең алдымен өлшеніп алған ұнымыздың барлығын ыдысымызға салып аламыз, және де бөлме температурасындағы сары майға осылай ұнымызды араластырып, яғни крошка болғанша барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Келесі бір жұмыртқамызды, қаймағымызды саламыз, және де қантымызды салуды ұмытпаймыз. Барлығын осылай қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 1,5 сағат көлемінде қойып қоятын боламыз. Одан кейін дайын болғаннан кейін осылай оқтаудың көмегімен домалақ қылып жайып алатын боламыз. Яғни қамырымызды өте қалың қылмаймыз, жұқалап жайып алғаннан кейін осылай үшбұрыштап барлығын жақсылап кесіп алатын боламыз. Кесілген барлық бөліктерімізге осылай алманың джемін салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жақсылап орап жасап шығатын боламыз. Күнделікті балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Өте тез әрі қолжетімді заттардан тұрады. Духовкамызға 150 градуста жарты сағат көлемінде қызарғанша пісіреміз. Міне біздің рогаликтеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып келеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлығыңызға ас болсын.